повязканы мен деген мына ширинасын ондай қатты биік қылған жоқпын. Жібім бітіп қалды, осыған ғана жетті. 3,5 сантиметр биіктігі. Сіздер бұдан да биігірек қылып жасасаңыздар болады. Менде мында 7 полустолбик с накидом. Сол узормен тоқылған. Мен сіздерге қазір көрсетейін бас жағын қалай тоқылатынын. Өте оңай. Дәл юбканы тоқылған узор ғой, полустолбике с накидом. Так, 8 воздушная петля теремен. Егер сіздер бұдан да жалпақ болғанын қаласаңыздар, одан да көп қылып тере бересіздер. 8-ден де көп қылып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түбіндегі 8-ші воздушная петляға тоқмаймыз. Одан кейінгі 7-ші воздушная петляға тоқимыз. Накид іліп аламыз. Жаңағы 7-ші воздушная петляға полустолбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 6, 7 болды. Енді келесі қатарды тоқу үшін бұл жерде біз 2 воздушная петля тереміз. 1, 2. Тоқымамызды бұрамызда. Екінші қатарда да 7 полустолбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 7 болды екінші қатарда. Келесі қатарды тоқу үшін 2 воздушная петля тоқисыздар да, тоқыманы бұрып, бір ғана бағытта бұрып отырыңыздар. Енді келесі 3-ші қатарда да өстіп, өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқып аласыздар. 7 столбикпен тоқып бастаған болсаңыздар, соңына дейін сол 7 полустолбик қалу керек. Мен 48-49 сантиметрге тоқыдым. Баланың басының размері, окружность головы. Оны бұлай өлшеймін, но енді кішкене созылатын болғандықтан тартып отырып өлшеймін, созып отырып. Неке бас жағына қоям. Созылмаған күйінде 44 болып тұр. Мен кішкене созатын болсам, 48-ге дейін барады. 48, 49-ға дейін жетеді. Осы кезде баланың басына өлшеп алғандарыңыз дұрыс болады. Енді біз екі жағын бір-біріне қосамыз. Неке осылай тіге салсаңыздар болады. Енді мына қалған жіптің ұшымен біз мынаны байлауымыз керек. Так, бантикті тоқу үшін 2 воздушная петлядан бастаймын. Так, жұмыс петлясын іліп алдым. Енді 1, 2 воздушная петля тоқимын. Ең бірінші воздушная петляға 2 столбик без накида тоқимын. Ең бірінші воздушная петляға. 1, 2. Неке осылай болады. Келесі қатарды тоқу үшін 1 воздушная петля тоқып барып, тоқымамды бұрамын. Енді мұнда 1, 2 петля тұр, осы 2 петляның әр қайсысына 2 столбик без накида тоқып шығам. Біріншісіне 1, 2 столбик без накида. Және мына екінші петляға 1 және екінші столбик без накида. Воздушная петля, тоқымамды бұрып, біріншісіне 1 столбик, екіншісіне 2 столбик без накида тоқимын.
Одан кейінгілеріне бір столбик без накида және екінші столбик без накида. Бізде мында 1, 2, 3, 4 петляға тоқылды, е? Екіншісіне біз прибавка жасадық. Воздушная петля тоқып, тоқымамызды бұрамыз. Ең түбіндегі петляға 1 столбик, екінші столбик келесі петляға. Одан кейінгі үшінші петляға 2 столбик тоқимыз. Төртінші петляға 1 столбик, бесінші петляға 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5 петляға тоқыдық. Оның үшіншісіне біз 2 столбик тоқыдық. 1 воздушная петля тоқим. Тоқыманы бұрып, 1 столбик, келесіне екінші столбик. Одан кейінгісіне үшінші петляға 2 столбик тоқимын. Столбик без накида. Төртіншісіне 1 столбик, бесіншісіне 1 столбик және алтыншысына 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 1, 2, үшіншісіне біз 2 столбик тоқыдық. Яғни келесі қатарда уже 7 столбик болады. 1, 2, 3, төртіншісіне 2 столбик тоқимыз. Так, бесіншісіне 1, алтыншысына 1, жетіншісіне 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 4-ке 2 тоқыдық. 5, 6, 7. Мына жерге 4-ке 2 тоқығаннан кейін келесі қатарда бізде 8 столбик болады. Воздушная петля тоқып, тоқымамды бұрам. Енді 8 столбикпен біз тоқтаймыз, ары қарай көбейтпейміз. Ешқандай жаңағындай прибавка жасамай, әр петляға бір-бірден ғана тоқып шығамыз столбикті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 воздушная петля көтерем да, келесі қатарда да 8 столбик тоқим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-ші. 8 столбикті 2 қатар тоқып шықтық. Енді келесі қатарда 1 воздушная петля тоқып, тоқымамды бұрам. Келесі қатарда біз енді қайтадан 8-ді 7-ге қысқартуымыз керек. Яғни орта жағынан қысқартамыз. 2 петляны қосуымыз керек. 1, 2, 3, 4 пен 5-ті қосып тоқимыз былай. Жұмыс петлясын іліп аламыз. Екіншісінен жұмыс петлясын іліп аламыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Яғни біз 4 пен 5-ті қосып тоқыдық, бір петля қылып. Қалған 3 петляны бір-бірден тоқып шығамыз. Келесі қатарда қысқартпаймыз, 7 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-ші. Воздушная петля тоқимын да, тоқыманы бұрам. Одан кейінгі қатарда қазір біз 6 столбикқа қысқартатын боламыз. 1, 2, 3 пен 4-ті қосып тоқимыз. Жұмыс петлясын тарттым 3-тен және 4-тен тартып шығардым да, екеуін бірге қосып тоқыдым. 3 пен 4 қосылды, қысқарды бізде. Одан кейінгі 3 петляға бір-бірден тоқимыз столбиктарды. 1 воздушная петля, тоқымамды бұрамын. 6 столбик тоқып шығамын. 2, 3, 4, 5, 6 болды.
бір воздушная петля тоқимын, тоқымамды бұрып 5 столбикқа кішірейтуіміз керек. 1 2 3 пен 4-ті қосып тоқимын. Жұмыс петлясынан бір алып, және 4-ші петлядан бір алып, осыларды бірге қосып тоқимын. Қалған 2 петляға бір-бірден столбик тоқимын. Мінекей, осы 5 столбикпен біз тоқтаймыз. Әрі қарай где-то 9 сантиметр болатындай бірнеше қатар тоқып шығамыз. Осы 5 столбикпен. 1 2 3 4 5. Біз қатарымызды бастаған жерімізді былай белгілеп қоюымыз керек. Осы жерден бастап біз 9 сантиметр тоқуымыз керек. Мінекей, воздушная петля тоқыдым, тоқымамды бұрып 1 2 3 4 5. Мінекей, столбиктардың саны өзгермейді. 5 болып кете береді өстіп. Мінекей, мен 9 сантиметрдей тоқып шықтым. Бұл бізге не үшін керек? Мына ортасы. Екі жағы осылай болып қалады да, біз мына ортасын мына жерге былай байлайтын боламыз. Сол байлағанға бізге жету керек. Так, енді екінші жағына да дәл осындай тоқуымыз керек бізден. Бізде қазір мында 5 столбик, келесі қатарда біз оны 6 қылуымыз керек. Воздушная петля тоқып, тоқымамды бұрам. Ортасына мен бір столбик қосам. 1 2 мінекей, үшіншіге 2 столбикті бірге тоқимын. 4-ші мен 5-шіні тоқимын. Келесі қатарда менде уже 6 столбик болады. 1 2 3 4 5 6. Келесі қатарда ешқандай арасына столбик қосқан жоқпыз. Воздушная петля тоқып, тоқыманы бұрамыз. Так, одан кейін қатарда біз қазір жетеу қылуымыз керек. 1 2. Так, үшіншіге біз 2 столбик тоқуымыз керек. 1 2. Так, одан кейінгі 3 петляға бір-бірден тоқимыз. Бір воздушная петля, тоқыманы бұрамыз. Енді 7 петляға 7 столбик без накида тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 болды. Так, бір воздушная петля тоқып, тоқыманы бұрамыз. Келесі қатарда біз жаңағы 7 петляны уже 8 қылып көбейтуіміз керек. 1 2 3. Төртіншіге 2 столбик тоқимыз. 1 2. Одан кейінгі үшеуіне бір-бірден тоқимыз. Бір воздушная петля тоқимыз да, енді 2 қатар 8 столбиктан тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Бірінші қатар воздушная петля тоқыманы бұрам. Тағы да 8 қатар 8 столбик тоқимын. 1 2 3 4 5 6 7 және 8-ші столбик. Так, мінекей, ең үлкейген жерін тоқыдық, 8 столбикті 2 қатар тоқыдық. Енді әр қатарда бір петлядан қысқартып отырамыз. Воздушная петля тоқыманы бұрам. 8-ді біз 7 қылуымыз керек. 1 2 3 4 пен 5-ті қысқартамыз 7 болу үшін. 4 және 5-тен жұмыс петлясын шығарып алып, екеуін 3 петляны қосып тоқимыз. Міне, 4 пен 5-ті қысқарттық. Одан кейінгілеріне бір-бірден воздушная петля тоқыманы бұрамыз. Біз 7-ге қысқарттық па, келесі қатарда 6-ға қысқартамыз. 1 2. Енді 3 пен 4-ті қысқартамыз. Екеуінен бірге жұмыс жібін іліп алып, барлығын бірге өткіземіз. 6-ға қысқарттық. Келесі қатарда біз 5-ге қысқартуымыз керек. 1 2 3 пен 4-ті қысқартамыз. Мінекей, 1 2 қысқарттық, екеуін 3 болады. Және мына 4-ші и 5-ші. Бір воздушная петля тоқыманы бұрамыз да. Енді 4
петляға қысқартамыз. 1, 2, 3 пен 4-ті қосып тоқимын. Бұл бізде 3 болады. Және 4-ші. 1, 2, 3 пен 4-ті қостық. Ол бізде 3 болады. Және 4-ші. Воздушная петля. Тоқыманы барып, соңғы қатар тоқимыз. 1 мен 2-ні қосамыз. 3 пен 4 қосамыз. 1 воздушная петля. 2 петля ғана қалды. Осы екеуін бірге қосып тоқимыз. Мінекей ұшына келдік. Егер сіздер барлығын дұрыс тоқыған болсаңыздар, бір-біріне қосқан кезде жаңағыдай симметричный болып, екеуі бірдей болу керек екі жағда. Енді қазір мынаның айналасының барлығын обвязка жасаймыз. Мына жерлеріне мен столбик без накида тоқып шығамын. Ал 9 см тоқыдық қой, бұл жерді полустолбиктармен тоқып шығамын. Қазір тоқып отырып түсіндіремін сіздерге. Жиегінің барлығына столбик без накида тоқып шығамын осылай. Әр тесікке бір-бірден кіргізіп отырып столбик без накида тоқып шығамын. Мінекей, мына жақта кішірейген жеріне дейін столбик без накида тоқып шықтым. Енді мына жақ шеттеріне ол столбиктар тоқып шығамын. Крючокты кіргізіп, бірден жұмыс петлясын осы екеуінен де шығарып аламын. Юбканың резинкасын тоқыдық қой, дәл сол узормен. Крючокты кіргіземіз, жұмыс жібін екеуінен де тартып шығарамыз. Мінекей, мына жағын тоқып шықтым. Енді мына шеттерін қайтадан столбик без накидамен тоқып шығамыз. Ең ұшына келген кезде мен 3 столбик тоқып кеттім үш жағында. Осылай болып шықты. Қараңыздар, сіздердің мына повязкаларыңыздың ширинасы қалыңдау болатын болса, онда мына ортасындағысын сәл ұзынырақ қылып жасайсыздар. Мінекей осындай кішкентай ғана сүйкімді повязка болып шығады.